бар жоқ. Енді мен кіммін деген тренингтен бастайық. Бәріміз білген шаш... Мен кіммін? Мен аяулы ана, ардақты ана, аяулы жармын, балалардың сүйікті анасымын. Ерекше балаларды жаны түсінетін, соларға көмек қолын созатын мұғалімін, және де балаларының мейірімді анасымын. Керемет. Мен уақытты ұстазбын. Мен кіммін? Мен ата-енемнің инабатты ибалы келінімін, жолдасымның сүйікті жарымын, балаларымның қамқор анасымын. Өте тамаша, жақсы. Өсірдік бақтаймыз, әлемге мынау, сендердей қымбат, сендердей тәттау таппаймыз. Біздерге айтқан ақылды. Ал қазіргі кезде көршің түгіл, туысқаның түгіл, өзіңнің үйіндегі отбасы мүшелерінің өзіне де іштей алаңдап тұратын кезі келді. Жақсы, әріптестер өте жақсы. Осы қазіргі айтқан 4 зорлық-зомбылықтың бізде мектепте әсіресе қайсы түрі көбірек қолданылады? Физикалық түрі ма, психоэмоционалдық түрі ма, қаржылық түрі ма, жоқ сексуалдық түрі ма? Бірінші қаржылықтан басталады ғой негізі. Ақша болмаса, жаңағы ең болмаса бірінші өзін жұмыс істемеулі қазіргі таңда. Буллингте осы қаржылыққа келіп тіреледі, мектептің оқушылары. Бәрі қаржылыққа келіп тіреледі, бірақ содан шығады ғой әр нелер. Сала-салаға бөлініп шығады жаңағы. Ол да қаржыға қарай Уақыт өте келе бәрі де ұмыт болады. Мына бала-шаға өсіп кетеді. Ең бастысы бұның ішінде болсын. Жақсы апа, жүрегі қызым. Ертең бізде көнгенбіз деп отыр, оны естіп отқан немересі, ертең ол да сондай абузер еркекті тартады, сол да ертең сондай шыдап жүре беретін болады. Міне ақыр соңында осындай жағдайға ұшырап отыр. Қанаға кетті, әкесі түрмеге түсіп, бір отбасы қирады. Бір әйелдің жаңағы ортаға түсіп. Әйел енді дым тамақ істемей құр отыр ғой. Негізі ол да үйінде оны анасы тәрбиелеу керек та. Ана еркек келгенде кезінген отырғызып қойып, кімде қандай мысалы өздерінің реніштерін айтқызу керек деп ойлаймын. Мысалы Заман эмоцияның барлығын айтыңыздар. Самай. Қоқыс пакетіне салыңыздар. Осы іштеріңіздегі жаман энергияларыңыздың барлығы іштеріңіздегі жаман деп аталады. Бұл жерде жеткіншектер арасындағы құрбаны, агрессордың ықтималдығын анықтау мақсатында осы тест алынады. Енді ал енді әріптестер өздеріңіз білесіздер, кімдікі кім бірінші бастамашыл емес, рефлексияға бейім және өз бетіңше әрекет ете алмайтын адамсыз және құрап қалған ағаштың түрі. бір қасиетін бүгін байқадым. Суретшіге ғой.
қояйық та. Иә. X-ті қарамен қояйық, ә? Нәтижелі жеңіс болады. Экономикалық дегеніміз ақшалай, ол қаржылық жағынан жаңағы жұмыс істетпеу, жаңағы күн көрсетпеу, жаңағы ақша талап ету мәселесі кіріп жатады екен. Ал Зорлық зомбылықтың алдын алу үшін біз әрқайсымыз не істей аламыз? Айтылып тұр ғой, бұл жерде қалай алдын алуымыз керек. Оған ең бірінші заң зорлық зомбылыққа төзбеу керек дейді. Егер зорлық зомбылықты қолдаумен адам негізі білімді және тәртіпті болса, ешқандай да оғаш